Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен бүгін легендарный қазақ. Және де бүгін бізде білесіздер, мен тиктогын көріп жүрсеңіздер, мен протеин заводта жұмыс істеймін, бірақ та өкінішке орай бүгін жұмыс жоқ бізде. Сол үшін Сашка екеуміз басқа жұмысқа барып жатырмыз. Бүгін біз официант болып жұмыс істейміз. Үлкен бір ресторанда ма? Көреміз ғой, ресторан ба, үлкен домиктар көп, короче. Типа мини городокқа ол. Сол жерде жұмыс істейміз. Соған кетіп бара жатырмыз. Что там, сегодня будешь обезьянкой, да? А? Сегодня хорошая обезьянка будь. Знаешь, в Казахстане официантов называют обезьянкой. Да, шучу я. Не так надо называть, это прикол. Ой, как голова болит. Какие там официанты? Спокойно? Вот так будешь подходить, говорить, 안녕하세요. Вот так. Вот так будешь спрашивать. И они тебе скажут, деньжанчики, что-то, кальпитан. Там, разную еду скажешь, ты такой, хорошо, все, принял. Пошел. Выдрал, да, весы. Вот я сегодня не пойду. А? Почему? Да ничего страшного, научишься так. Да давай, хорошо. Да нет, нормально. Солай. Ал ендеше, кеттік. Қазір магазинге кіріп маска алу керек, өйткені автобусқа маскасыз кіргізбейді. Өкінішке орай. Өмір солай, біз емес. 안녕하세요. Так, маска где? У тебя есть маска? Точно? Нет. Маска. Маска. Не, мажер. Давай, обычный возьмем, да? Здесь 3 штуки есть. Не. Подержи. Так. Будешь кофе, будешь? Если ты не будешь, я буду. Голова болит. Точно не будешь? Ровно держи. Подожди, Сашка, пошли. Нужно быстро, короче. Мы не успеваем. Если там стоит кофе готовит, а? Там стоит кофе готовит, говорит, не успеваем. Короче, мынау бізде кофе, осы кофені өзіңіз жасап аласыз. Қазақстанда картошки болып қойды, да? Ты видео говоришь, посмотрим, да? Лайк нужно. Что там? Автобус. Где деньги? Какие? О, Янчик, Пол Янчик, салам алейкум. Ассаламу алейкум. Как дела? Нормально, сам как? Куда идешь? А?
Да? А чего? Как бы это что? Для чего идешь? Работать? Кем? Ты записываешь? Да. Ой, слушай, давай только без записи. Давай только без записи. Да, я понимаю, себя что снимаю. ты работать вместе с тобой, ты тоже будешь работать? Нет, я кушаю иду. А, это правильно, это хорошее дело. Кушать надо. Роза где? Слушай, я без понятия. Может опаздывать, на такси приедет. Она, походу, не выйдет, да? Я не знаю, кто выйдет. Вот я вижу. Это твой друг? Братишка? А, братишка. Да. Даже так. Да. Мимо прошел, просто я не понял, братишка, не А, братишка. Ким Александр. А? Ким Александр. А, Не скажи. ну это понятно. Родной братишка. Ну это понятно. Я Ким Арсланбек, да? Давно пойдем. Мындай бір ауылдағыдай неге келдік, магазиндерге келдік. Рамен ішпесем жаман ауырып тұрмшы, яғни қалып тұрам. Что-то ауырып қалдым, соңғы кездері ыстық суын құйып аламыз да, барам дегенше піседі как раз. Вот раменің дайын, осыны былай енді көшеде ұстап барамыз. Неге дейін, жұмысқа дейін. Че, куда они ушли? Вон там же. А, да, правильно. Не туда. Куда? Да ладно. Точно? А вход пойдем? Точно оттуда ушли? Ладно. Пусть так и будет. Пойдем назад. Ал мынау біздің жұмыс орнымыз. Мына кемпірдің жүргеніне уже қанша жыл ғасыр болды. Осыны құрған адамдардың бірі ғой, білесің бе? Мынау жұмыс орны. 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 지내요. 안녕하세요. 안녕하세요. 우와. өмір қиын болып кетті ғой. Да? Все, переодевайся. Фартук одень. Все это твоя работа на сегодняшний день. Классная, да? Я... Жай жинайды просто үлгермей кетеміз да. Жүгіріп жүресің ба? Дай мне тоже. Большой, да, возьми? Мына форманы кидік. Ча, дейсің ғой. Ал жұмысты кеттік. О, нифига себе, смотри, что построили. Ебой. Короче, это как-то называется Волан-де-Морт, что ли? Как-то называется, короче, эта часть. Эта часть как-то по-другому называется. Не знаю как, но как-то называется. Короче, как-то будешь ходить и запоминать по факту. На аңғарсың да, ема. Да еще? А? А если бы у нас такое поставили, мне кажется, много людей бы приходило. По идее, да? Наверное. Вот так вот. Пойдем сходим. Что вообще? Жұмыс осылай, сағат обедтен кейін басады, 1-2-лерден кейін. Ну, где-то в час-два часа дня начнется работа. А так до этого так будем ходить просто. Здесь мероприятия проходят всякие, короче, кушают люди обычно. Вот такие домиках они. Приходят по факту, заказывают, короче. Вот этот налар домиктар, оз домиктар еще тамақтан отырады. Уже осень, да, оказывается, да? Күз болып қапты, әдемі уже. Листья падают, да? Да. Вот, осылай. Вот так сейчас будем ходить, смотри, они же уйдут. Ага. Мы должны быстро зайти, короче, убраться, там, почистить, все, очистить, понял? Жұмыс жоқ. Пока что осы әдемі заттар пейзажға Я жүреміз. просто для заказа нет. Нет, конечно. И иногда относишь, короче, это когда как.
Короче, арасына осы заказ алып барамыз. Жұмыс жоқ кезінде. Да. 뒤로 가. 이거 뒤로 가. Мынау біздің бір жұмыстардың біреуі. Осы стол тазаймыз біздердің жұмыстарымыз. Тек қана болды. Міне балалар жинап жатыр қазір. Сашка, давай быстрее. Давай, Сашка. Делай дейсің. Сағат біздерде қазір 12-ден 24 минут кетті. 1,5 сағат болды жұмысты бастағанына. Жұмыс біздерде 11-де басталады. Және де 11-ден бастап, обед сағат 2-ге дейін осы обход жасап жүремін. Жай қарап, қай столик кетті, қай столик кеткен жоқ. Кеткен столиктар сразу жылдам несіп тастау керек, жинап тастау керек. Әзірше бәрі орында, ешкім ешқайда кетпеген. Асып кетсе бір 3-4 дастархан ғана жинап болды. Мысалы былай. Осы мен кетіп бара жатамын. И вдруг осы бір стол көріп қаламын. Мынаның ішінде адамдар кетіп қалған екен, осының ішін тазалау керек. Поднос іздеймін. Поднос іздеймін, және де поднос тауып аламын. Суп кет, тауып аласың, анаған жүгіріп бармайсың, осы спокойно барасың. Асықпа. Ешкім артынан қуып келе жатқан жоқ мені. Мына ішіне кіресің. Және де осылай тазалайсың, қазір көрсетемін. Тез-тез дене қалай енді. Жинап кеткен екен. Біздің балалар жинап кеткен жоқ. Бүгін 4 ұл ғана жұмыс жүрек негізі. Кішкене қиындау болады-ау деп қояйық ішімізден. Ана жерде керек. Удобный болу үшін. Алып. Былай жинайсыз. Мынаны үстіне қойған емес. Астауымызға. Тұрады деген ойдан. Ondan soң мынаны бұлай, мынаны ішіне салып төгіп жібересің, лақтырып жібересің, мынаны алып қойып жібересің, бұлай, 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 мына кофелерін алып, бәрін бөліп ішіне құйып, бәрісін атып, мынау алып қапты. Süt öğresin üstüne koyup, buraya koyup, bu işini қазір бірігіп сыпырып алу керек. Осыны аламыз, осыны бәрін аласыздар. Және де осымен кетеміз. Қалай кетеміз десеңдер, қазір көрсетемін. Барып бұның бәрін бөлшектеу керек, орын-орындарына қою керек. Ой, yok. Айго. 아니 없어요. 아니 어떻게 Ананы жинап болып мәз болып жатсақ, мына тағы біреу кетіп қалған екен. Бұны да ішіне жинау керек. Енді мына етті жеп қойсаң ғой, десең, қалжан жемесең болады ештеңе. Болды, мына ішіне бәрін лақтыру керек. Тарелкада тұрған бәрін бір қазанға жинаймыз. Дөңгелек. Осылай бәрін жинау керек.
Осылай жинаймыз, керемет қылып тастаймыз. Кішкене су төгіп кету керек. Осыны сыпырып алу керек. Су төгіп кетеміз кішкене осы жерге. Және де осылай бір тряпка тастап кетеміз. Осы тряпканы адамдар шытып алу керек. Болды. Бұны алып, ана неге бару керек? Посудалар алып алатын жерге. Осы жолмен қазір бүйтіп барамыз. Ой, түсіру қиындау енді, сондықтан да не істеп жүремін? Артеді. Болмаса жүремін деймін ба? 그냥 완전 막 사가지고. 나와요? 나와요? Ол қазақша түсінбейді. Иә. Этнический кореец. айтпайды ма? Работает. Вот это. Да. Короче, жұмыс осы. Сағат біздерде 2 болды. Жұмыс ондай көп емес. Ақырындап болып жатыр. Андай зашивон болып жатқан жоқ қой. Жай-жаймен. Адамдар азаяды, бірсе көбейеді. Бұлата бір дастархан кірсе, где-то бір сағат па, жарты сағатта отырады ғой. Өте күшті. Дерзкий деймін ба. Қазір сіздерге аны таныстырып кетейін. Мынау бірдеңе деп атылады. Білмеймін, короче, не деп атылатынын. Мынаның ішінде жаңа тазалап шықтық. Өте керемет, дейсің ғой, тап-таза. Анау, короче, Big House деп атылады. Ой. Мынандай болып жер жатып қалса, құлап қалса. Алып, нәрсе көтере саласың. Болды сонымен. Жұмыс ондай көп емес. Бақта бүгін қыздар шығу керек еді. Қыздар өкінішке орай шыққан жоқ, сондықтан да кішкене жұмыс қиындық тудырып жатқан секілді бізге. Ана жақта Сашка жүр. Природасы өте әдемі. Көріктік әдемі. Мынау туалет қой, осыны екі этаж представляете. Мәссаған. Мынау туалетін айтамын да, е? Үйден қымбат тұратын шығар, е? Иә. Мынауынсы ары қарай созады екен. Иә, мынау үлкен болады, походу. Ана жаққа заказ алып бару кәдімгі тірлік болайын отыр ғой, е? Представляешь, оттуда собирать, да? Сейчас, Сашка, как работа? Хуёвая. А? Хуёвая. Не матерись. Как Плохая. работа? Плохая? Да. Чем тебе не устраивает работа? Грязная. Грязная? Да не гони. Чистый же ходишь. Не знаю, я смотрю, я чистый. Фига у меня это. Мне не нравится. Сам виноват. Грязная. Здесь называется Вондемарт. Вот эта часть. Волан-де-Морт. Волан-де-Морт, короче. Я тоже так, знаешь, запомнил это место. Это называется Хайрум. Вон там пусто. А? Вон там пусто. Где? Спереди. Домик? Да. Может, не ушли, откуда ты знаешь? А? Пусто. Людей нет. И там грязно. Айгу, здесь грязно, еще людей нет. Здесь нужно убраться. Сашка, быстро уберись давай. Покажи мастер-класс. Давай, Саша. Давай, Саша, давай. Родной, давай, пали. Не надо. Научишься вот так работать. Кремль что? Джоуи. О, молодец. Это первый шаг. Да. Давай. Ой, Не матерись. Ты что так много материшься, Астафираллах? Я даже не матерюсь. Может, ты видишь сына. Он даже не матерится. Ну, он такой человек. Я тоже такой человек же. Нет, ты видишь сына. Когда я матерился, скажи? А? Я никогда не матерюсь. Ты что, Ну да, а ты что? святой человек, да?
Ya elhamdülillah Müslüman güzel bir yemek yiyoruz. Hangi Я сам егде булочки взял саге. Сейчас булочку дадут, знаешь? И все? Да. И все? И до 9 работаешь домой. Офигеть. А чё? Нормально же, зато 147 платит. У меня на кофту идет Сашка. А? У меня на кофту идет Сашка. Можно считать, как я нашел сколько. Привет, Сири, сколько время? Сағат біздер 4 болды, жұмысы аз болды, кішкене болсын азайды. Ондай көп емес қазір уақытта. Бәрін пытырлатып жатып, белден белған жоқ, ойбай! Ана еңкейіп тұрып жинаудың өзі бір өнер екен. Еще оны тасисың. Не болса да жұмыста мындай булочка береді, и сүт береді. Типа чам дейді. Чам дегеніміз. Ой. Короче, андай ғой. Перекус қой. Мый ашып кетті, жұмыстың бітуіне әлі 5 сағат бар ғой. Бәрінен шығалдар ма не? Енді Жұмыс осы. Біздерде кешкі сағат 5:18 болды. Жұмыс әлі болып жатыр. Ондай көп емес. Столдың бәрі қайтып жатыр. Енді біздің жұмыс тек қана жинап үлгерсек болды. Мен вообще асықпаймын, сачканы ұрып. Шаршап кеттім, жайдан бар ғой. Камераны қосуға уақыт болмай қалды ғой. Белден бел алған жоқ қой. Сұмдық болып жатыр. Негізі қыздар шығу керек бұл жұмысқа. Қыздар шықса, жұмыс оңай болушы еді. Қыздар жинап тұрады, біз тек тасып тұруымыз керек қой жұмыс бойынша. Бірақ өкінішке орай болған жоқ. Еще мына кәрістерді надай ғой, мыңғырық тарелка заказ береді. Офигеть. Не деген көп тарелка. Сашкаға біреу тауа керек. Біз размы салдыру керек бері қарай. Осылай жинайсың, сыпырасың. Адамдар кетсе жақсы болшы. 7-8 уақытта адам азаяды негізі. Сол уақытқа дейін шыдау керек қой. Шыда жүрек. Шыда жүрек. Ема, мына жақта да посуда бар ма? Ё-мо. Не істеген алар ол? Адай. Не мынау? Мыңғырық посуда тұр ғой жерде. Мына посуда бітпейді ғой. Қараңдаршы, бір дасыранға осынша, мына екінші дасыранға мыңғырық просто бар. Адам нервісін шығарады ғой. Жұмыс солай енді. Көпсіз боқсыз істейсің, амал жоқ. Чё там, Сашка? Как жизнь? Нормально? Не устал? Устал? Нравится тебе работа? Нет, Почему? грязно. Грязная? Не знаю. Для меня вообще не грязно. Ты не грязно, все жирно. Все жирное? Руки жирные, да? Да. Ну, нужно мыть. Я честно, еще не какал, блядь. Еще не какал? Не, Как хочешь? уже переходил. У тебя фонарик горит. Да. Почему? Телефон офигевает аж. Ты скажи. Не знаю. У тебя фонарик горит? Да. Не знаю почему.
Ничего, за 147 тысяч получишь. Офигенно же. Да? Да? Нормально. Почему нормально? Ты больше, чем на нашем заводе заработаешь. Нет, на нашем заводе больше заработаешь, знаешь? Герои с очки, где вы? Девятый или шестой? Знаю. Смотри. Слава, А? уйди, я здесь. Камера açık. Ben de anlatamam ben. İşte alt soy kazandım. İşte. Все хуйня, вот. Ну, ладно, вот, наверное, выключить. Çay atsın ya. Короче, жұмыс істеу керек. Ой алла. Вот, бітірдік. Бітті, кінасы. Вот адам келмейтін шығар енді, салқын ол күн. Топас болады енді, ондай погодада біреу келсе бар ғой. Ырзамын осы уақытта келсе келді. Күн деген жаман суып кетті ғой енді. Ал біздерде сағат 6-тан 37 болып кетті. Күн өте қатты салқын болып кетті. Неліктен екен белгісіз деп айтайын ба саған. Күз болғанда да хабар жоқ дейсің ғой. Күз күн суып кетті. Саған жаңа жақсы погода. Осы уақытта серуендеп жүріп қойып. Ай, погода ғой. Махаббат жүретін погодамен біз жүріп жұмыс. Спорт деген махаббат деген емес, спорт немесе жұмыс болу. Болды. Қояни? Қояни? Жет, мы служим его? Да. Асықпа керек дәріс. Не бар асық? Жұмыс көп. Асықпа, жұмыс істегенше асықпай. Бір кабинка бітіріп қойып дейсің ғой. Хитрый дейсің ғой жігіттер. Ладно, жуындар дейді ғой. Және күйіп жуасыр. Уақыт қой не